Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қайнатпалы кремді қосып, үлпілдек жұп-жұмсақ булочки дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер және де каналға тіркеліп алыңыздар. Күнделікті үй жағдайында қарапайым рецепттер салынып жатыр. Булочки дайындау үшін бізге 1 стакан жылы сүт, 1 стакан жылы су және 2 ас қасық шекер, дәміне қарай тұз саламыз. Және де 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне еріп тұрған 100 грамм сары майды саламыз және 1 ас қасық толтырмай дрожж саламыз. 5 минутқа көтерілуге қоямыз. Енді үстіне еленген ұнды салып, қамырды жақсылап илеп шығамыз. Осында қолға жабыспайтындай әдемі қамыр болып шығады. Бетін жабамыз, ашығанын күтеміз. Енді қайнатпалы крем дайындаймыз. 1 жұмыртқаның сарысына 4 ас қасық шекерді салып, әппақ боп көпіршігенше араластырып аламыз. Сонда креміміз әдемі крем болып шығады. Енді осының үстіне алдын ала елеп алған 3 ас қасық ұнымызды саламыз. 3 ас қасық ұнды толтырып саламыз. Енді араластырамыз. Араластырғанға ыңғайлы болу үшін алдын ала дайындап қойған сүтіміздің жанынан аздаған сүтті құйып, біркелкі етіп түйіршік қалдырмай араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік қалмау қажет. Міне осындай әдемі қоймалжың пайда болды. Енді эмальді ыдысымызды алып, оның үстіне 2 стакан ыстық сүтті құямыз. Үстіне дайындап алған қоймалжыңды құйып, тез-тез араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалдырмай араластырамыз. Енді дайындап алған кремімізді отқа қойып, жанында үздіксіз араластырып тұрамыз. Орташа отта қайнатамыз кремді. Күйіп кетпеу қажет. Креміміз қою болып қайнаған кезде өшіреміз. Енді осының үстіне 100 грамм сары майды салып, жақсылап араластырып шығамыз. Біркелкі болып араласу қажет. Үстіне 100 грамм сгущенка құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Сонымен креміміз дайын болды. Енді ашып тұрған булочкиді алып, майда бөліктерге бөлеміз. Қолымызға ешқандай жабыспайды. Булочки біркелкі болсын десеңіздер, барлығын таразыға тартып, грамм мөлшермен бөліп алсаңыздар болады. Мен 120 граммнан бөліп шықтым. Бөліп болған қамырымызды дөңгелектеп, осылай қолымызбен формаға келтіреміз. Ешқандай қолымызды майлап, май жағудың қажеті жоқ, қамыр қолға ешқандай жабыспайды. Енді қамырды алып, қолымызбен осылай жайып шығамыз, шұқалау етіп. Енді бас жағын осылай 5-6 бөліктен пышақпен кесіп шығамыз. Арасына 1 ас қасық дайындап алған крем салып, жан-жағына шығып кетпейтіндей етіп, қолымызбен басып, жапсырып шығамыз қамырды. Енді ораймыз.
жапсырып шығамыз. Қолымызбен екі шетін жауып, жабыстырған жағын астыңғы жағына қаратып қоямыз. Барлық булочкаларды осылай дайындап шығамыз. Міне осындай әдемі форма шықты. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып дайын болып тұру қажет. Екінші булочканы да жасап көрсетейін. Тура осындай қылып жасаймыз. Жан-жағын жапсырып шығып кетпеу қажет. Арасына салынған крем не ораймыз, жан-жағын жапсырамыз біріктіріп. Дайындап алған булочкамызды пергамент қағазы төселген тапаға салып орналастырамыз. Бетін жауып 20 минутқа көтерілгенін күтеміз. 20 минут өткен соң бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз және де әсемдік үшін күнжіт сеуіп шығамыз. 200 градуста 45 минутта пісіп шықты. Міне осындай әдемі булочка болып шықты. Енді пісу уақытысы әркімнің пешіне қарай. Асты да үсті де әдемі болып пісіп шықты. Міне ортасындағы кремімен булочка өте керемет дәмді болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.